Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлжайнар. Бүгін біз сіздерге закваска жасаудың екінші этабын толықтай түсіндіріп өтетін боламын. Мұнда закваска жасаудың бірінші этабында көрсетілгендей, массаның алмадан және судан тұрады. Біз бұл масса толықтай жылы жерде 3 күн бойы тұрды, ашылмаған күйі. Енді біз осыны газын шығаруды толықтай көрсететін боламын. Мұқият қарап отырыңыздар видеоны соңына дейін. Міне біздің баклажкамыз іші газге толған, қолмен бассам да қатты басылмайды. Бұны алманың әсерінен аши бастаған. Іші газге толы. Енді бүгін біз осы екінші этапта осының газын шығаруды толықтай көрсететін боламыз. Қыздар, ескертетін жайт, осы баклажкамыз міндетті түрде 3 күн тұру керек, міндетті түрде 72 сағатқа жету керек. Одан бір күн бұрын, 2 күн бұрын ашып тастау деген болмайды. Онда біздің закваскамыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан тура 72 сағатта қоюымыз керек. Енді біз газ шығару процесіне келеміз. Дәл осы видеодағыдай жасайсыздар. Газ шығару процесі 3 күн бойы жүреді. Мен осылай жаймендеп газын шығарып жатырмын. Кәдімгі кола газды сулардың қақпағын ашқандай, сол сияқты жаймен газын шығарамыз. Қақпақтың барлығын ашып тастамаймыз. Осылай шығарып алдым. Шығарып алғаннан кейін қақпағын қатты жауып, қайттан қоямыз жылы жерге. Осылай қойып қойдым. Енді мен осыны 3 күн қоямын. 3 күнде қайталап отырамыз. Осылай газ шығару. Мен бүгін жасадым, енді ертең дәл осы сағатта газын шығаратын боламыз. 3 күн бойы осылай қайталаймыз. Содан кейін барып, біздің закваскамыз дайын болады. 3-ші этапқа өтеміз осымен. Сіздер де дәл осы видеодағыдай жасайсыздар. Ал қыздар, осымен әр этапты видеодағыдай түсіндіргендей жақсылап қатесіз жасайсыздар. Егер дұрыс жасалмай қалса, біздің закваскамыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан осылай видеодағыдай жасаңыздар. Енді біз 2-ші этапты осымен бітірдік. Енді келесі видеода 3-ші этапты күтіңіздер.